Мемлекеттік қызмет мәртебелі міндет. Президент саясатын жүзеге асыруда мінсіз қызмет етіп жүрген сала мамандарын ынталандыру Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметшісі республикалық байқауының басты мақсаты. 5 сәуір күні үміткерлерден өтініш қабылдау басталды. Үздік шыққандарға республикалық сынға жолдама беріледі. Бүгінде облыстағы мемлекеттік қызметкерлердің саны 4000-нан асады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Бүгінгі таңда облыста 4145 мемлекеттік қызметші еңбек етеді. Өткен жылмен салыстырғанда штат саны 14 бірлікке қысқарған. Салада 246 бос орын бар. Жергілікті атқарушы органдардағы ауысу көрсеткіші 1,13% құрап отыр. Бұл мемлекеттік қызметтегі кадр тұрақтылығын көрсетеді дейді мамандар. Өңірде олардың біліктілігін арттыруға да баса мән берілген. Жыл басынан бері 313 маман арнайы оқыту курсынан өткен. 357 қайдан қабылданған мемлекеттік қызметшілерге қойылған. Оның ішінде 219 сынақ мерзімінен сәтті өтті. Қалған 138 мемлекеттік қызметші осы сынақ мерзімі бүгінгі күні әлі жалғасуда. Мемлекеттік қызметке алғаш келген азаматтарға кәсіби дағдылауына көмек көрсету мақсатында 265 тәлімгер тағайындалып, жоспарлар жасалған. 5 сәуір күні үздік мемлекеттік қызметші байқауына үміткерлерден өтініш қабылдау басталды. Ондағы мақсат мемлекеттік басқарудың озық тәжірибелерін тарату, өз ісін абыроймен атқарып жүрген тәжірибелі мамандарды анықтау. Осымен 3-ші мәрте ұйымдастырылып отырған байқау 2 кезеңнен тұрады. Алғашқысы облыстық деңгейде өтеді. Бірінші сәті құжаттарды жинау, конкурстық комиссияға тапсыру. Екінші кандидаттардың стратегиялық және бағдарламалық құжаттарын білуіне тестілеу өту. Және үшінші кезеңі ол кандидаттардың жеке жобаларын презентациялау. Осы конкурсқа қатысуға әкімшілік және тәртіптік жазалары жоқ. Сонымен қатар мемлекеттік қызмет өтілі 1 жылдан кем емес мемлекеттік қызметшілер жіберіледі. Айта кетейік, қатысушылардан құжат қабылдау 5 мамырға дейін жалғасады. Үздік шыққандарға республикалық сынға жолдама берілмек. Гүлден Аюпова, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.